Міне айналайын арда қазақ, ел болып есіміз жинайтын кез келді. Біз әр нәрсені қайда жұмсап жатқанымызды білуіміз керек. Міне 8 наурызда өтті. 10 миллион адамға, әйел адамға. Болмағанда 3000 теңгеден гүл сыйлағанда 30 миллиард ақша бүгін қоқысқа кетті Қазақстанда. Ал әлемде қанша миллиард ақша кетті? Өздеріңіз есептеп көріңіздер. Құрметті ханымдар, аналар, мерекелеріңіз құтты болсын. Бірақ дегенмен менің бір нәрсені осы ойландырады. Міне менің артымда тұрғаным мына гүл туралы айтқым келіп тұр. Негізі туған күнге, мерекеге тірі гүл сыйлау керек. Сол тірі гүлдей өсіп, өркендеп, жайқалып тұрыңыз деп. Ал осы гүлмен қаншама проблема бірге келеді отбасыларға. Маған мынандай гүл сыйладың, болмаса сыйламадың деп ажырасып кеткендерді болуы мүмкін қазақтың отбасыларының арасында. Сондықтан ел болам десең есіңді жи дейді. Міне осы гүлді ағайын туыстар әкеп сыйлайды. Жақсы, барлығына рахмет. Бірақ мен осы гүлді санасам 20 мыңның гүл екен жалпы. Осыған кеткен ақша. Енді осыған бір пайдалы нәрсе алуға болмады ма? Я былай қарасаңыздар. Енді құтты болсын мерекелеріңіз. Ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын, бақытты болыңыздар. Бірақ осыны біз енді басқаша пайдалы бір сыйлық сыйлап, тірі гүл сыйлайық, өсетін, үйдің гүлін, басқа да нәрселер. Сондықтан ойланатын кез келді. Бұның бәрі шетелден келеді, өзімізде шығады. Енді осыны не істейміз енді мұнан? Үйде иіс шығып, міне, шашылып жатыр. Енді бұны аламыз да қоқысқа лақтырудан басқа түк амал жоқ. Сонда бүкіл Қазақстанда 20 миллион адам болса, бүкіл әлемде қанша миллиард адам болса, қаншама ақша қоқысқа кетті деген сөз. Сондықтан бұл табан ет маңдай термен келген ақша. Сондықтан әркім өзі ойланып бір шешім қабылдар еді. Алла жар болсын. Ел аман, жұрт тыныш боп, жылдан жылға мінешен жетейік, мерекеден мереке жетейік. Бірақ осыны ойланатын шақ келді. Айналайын арда қазақ. Табан ет маңдай терген тапқан ақшаны осындай болмайтын бірдеңеге жұмсап, арақ темекіге жұмсап, шетелді байтып жатырмыз. Ал елдер келетті, қажылардың ақшасын санайды. Қажылар анау арабтарды байтып жатыр, сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп. Ал Таиландты, басқа мемлекеттерге барып жатқан демалушылардың ақшасын ешкім санамайды. Осы гүлге кеткен, гориллаға, темекіге, ішімдікке кеткен ақшаны ешкім санамайды. Соны санап көріңіздер.